Ал енді мысал түрінде көрсететін болсақ, 9 жерде 5-ім 45, бізде 5-і түседі 4 ойда. 5 жерде 3-ім 15, 15-ке 4-ті қосамыз, 19 болады. Бірінші, 2-ні 9-ға көбейтеміз 18, 1 ойда. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, ойдағымен 7. Сонда бізде шығады. 5-ке 5 енді екеуінен шыққан нәтижені қосамыз. 5, 9-ға 8 қосамыз 17, 1 ойда. 7-ге 1-ді қосамыз 8, ойдағымен 9. Сонда бізде 975 деген нәтиже шығады. Келесі 3 таңбалыны 1 таңбалыға көбейткенде 3-ті 1-ге көбейтеміз 3, 8-ді 3-ке көбейтеміз 24, 4 түсіп 2 ойда. 4 жерде 3-ім 12, ойдағымен 14. Сонда бізде 1443 деген жауап шығады. Таңбалыны 2 таңбалы санға көбейтеміз. Тура бағанағы заңдылықтарды пайдаланамыз. 6 жерде 5-ім 30, 0 түсіп 3 ойда. 7 жерде 5-ім 35, ойдағы 3-ті қосамыз 38, 3 ойда. 5 жерде 4-ім 20, 20-ны 3-ке қосамыз 23. Келесі 8-дің астына жазамыз. 3-ті 6-ға көбейтеміз 18, 1 ойда. 3 жерде 7-ім 21, 22, 2 ойда. 3 жерде 4-ім 12, 14. Қосамыз енді. 0, 8-ге 8-ді қосамыз 16, 1 ойда. 3-ке 2-ні қосамыз 5, 6, 4-ке 2-ні қосамыз 6, және де 1. Сонда бізде 16660 деген нәтиже шығады. 660. Енді 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға көбейтеміз. Бұл жағдайда ерекше жағдайы бар. Бізде 0 дегені бар. 0 болғанда қалай жұмыс жасаймыз? Қазір айтып өтемін. Ең бірінші бағанағы заңдылық бойынша көбейте беремін. 8 жерде 4-ім 32, 32 2 түсіп 3 ойда. 7 4-ім 28, 28-ге 3-ті қосамыз 31, 3 ойда. 4 1-ім 4, ойдағы мен 7 болады. Келесі 0-ге көбейткенде бізде 0 шыққандықтан 0-ді көбейтпей қоюға да болады. Нараға бір орын тыста кетеміз. 0 нәтиже шығатын. Келесі 7-дің астына жазамыз. 7-дің астына 2-ні көбейткендегі нәтижелер жазамыз. 8-ді 2-ке көбейтеміз 16, 1 ойда. 2-ні 7-ге көбейтеміз 14, ойдағымен 15, 1 ойда. 2 жерде 1-ім 2, ойдағымен 3. Енді шыққан нәтижені қосамыз. 12 деп жазып саламыз. Бірінші астында қосатын еш нәрсе жоқ. Өзін жазып саламыз. 6-ға 7-ні қоссамыз 13, 3 түсіп 1 ойда. 5, 6. Сонда 36312 деген нәтиже шығады. 36312. 9 жерде 5-ім 45, 4 ойда. 5 жерде 4-ім 20, 24, 2 ойда. Келесі 6 жерде 5-ім 30, 32. Сонда 324.500 деген нәтиже шығады. Енді 4 таңбалы санды 3 таңбалы санға көбейтеміз. Тура бағанағы заңдылықтар, ешқандай ерекше жағдай жоқ. Мынада 9-ды 5-ке көбейтеміз 45, 4 ойда. 5 5-ім 25, 25-ке 4-ті қосамыз 29, 2 ойда. 5 жерде 5-ім 20, 22, 2 ойда. 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, ойдағымен 2 мен 7 болады. Келесі 7 9-ым 63, 3 түсіп 6 ойда. 7 5-ім 35, 35-ке 6-ны қосамыз 41, 4 ойда. Келесі 7 жерде 4-ім 28, 28-ге 4-ті қосамыз 32, 3 ойда. 7 1-ім 7, ойдағымен 3-ті қоссақ 10 болады. Келесі 2-ге көбейтеміз. Келесі ол бізде мына 1-дің астына жазылады. 2-ні 9-ға көбейтеміз 18,
1 ойда. 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, ойдағымен 11, 1 ойда. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, ойдағымен 9, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, жаза саламыз. Енді бізде қосамыз, мұна үшеуін шыққан нәтижелерді 5, өзін жазамыз, 9-ға 3-ті қосамыз 12, x түсіп 1 ойда. Келесі 2-ні 8-ге қосамыз 10, оған 1-ді қосамыз 11, ойдағымен 12, 1 ойда. 7-ге 2-ні қосамыз 9, 9-ға 1-ді қосамыз 10, ойдағымен 11, 1 ойда. 9-ға 0-ді қосамыз 9, ойдағымен 10, 1 ойда. 2-ге 1-ді қосамыз, бізде 3, ойдағымен 4. Сонда 401 1225 деген нәтиже шығады.